Hey there people. Құрметті оқушылар, біз бүгін 7 сыныпқа арналған 3-ші тоқсандағы Natural Disasters деген бөлімнің БЖБ-сін, яғни бөлім бойынша жиынтығын талдамақшымыз. Natural Disasters бұл табиғи апаттар деп аударылады. Бірінші тапсырма reading. Read the text and mark the sentences true or false. Gaiti in ruins after huge earthquake. Яғни Гаити деген қала бұл жер сілкінісінен кейінгі, яғни үлкен жер сілкінісінен кейінгі апаттары немесе апаттардың ішіндегі жағдайы деген сияқты мағынада. Енді мен көп уақыт алмай тек мыналарды аударып шығайын, алты сөйлемді. First, most Gaitians were having their breakfast when the earthquake hit. Яғни олар сол жер сілкінісі болып жатқан кезде көпшілігі яғни таң асып жатыр еді дейді. President's palace was in ruins after the earthquake. Жер сілкінісінен кейін президенттің сарайы бұзылды. The article says Gaiti's president believes 3 million people are suffering. Яғни президент сенеді 3 миллион адам құтқарылды деп. Gaiti's ambassador to the USA has a good idea of casualty figures. Амбассадоры, яғни елшісі, ақш-қа барып, яғни жақсы идея алып келді. Most Gaitians are so poor they live on less than $2 a day. Не олар кедей халық, себебі күніне $2 асқа өмір сүреді. Gaiti was hit by 4 different hurricanes in 2008. 2008 жылы ол жақта 4 яғни үлкен апат болған. Енді соның ішінде су тасқыны. Енді бізде біріншісі false, екінші true, үшінші false, төртінші false, бесінші true және алтыншы true. Мен осы жерден қарап жазып алсаңыз да болады. Әрқайсысына 1 балдан беріледі екен. Бірінші тапсырманы түсіндіріп өтейін. Choose the question and be ready to answer it after the teacher starts the conversation. You should add your ideas to the class discussion. Яғни сұрақты таңдап, олаған жауап бер. Яғни мұғалім соны бастағаннан кейін, You should add, яғни сен өзіңнің ойыңды білдіруің керек. Бұл жерде как дискуссия сияқты болады деп жатыр. Ол үшін мына ережелерді сақтауымыз керек. Яғни біреу сөйлеп жатқанын түсінбей қалсаң, сұра дейді. Қол көтеріп жауап бермей-ақ қой, яғни қол көтермей-ақ жауап бере бер дейді. Airtime, яғни саған берілген уақытқа мән бер. Бір-біріңді қатты бөлме. Яғни басқа сөйлеп жатқан немесе оқушының идеясын ұрлама дейді. Example, what are the safety rules for an earthquake emergency? Мысалға, мынандай сұрақ беріліп тұр. Яғни сол жер сілкінісінен қорғанудың ережелері қандай мысалға? Don't panic, get under a table or a desk дейді. Мысалы, паникаға кетпе. Яғни мына сұрақтарға жауап беруіміз керек. What can be done to prevent natural disasters? What are possible preventive measures? Яғни олардың осындай табиғи апаттардың алдын алу үшін не істелінеді? Және оның өлшем бірліктері қандай? Қаншалықты оны өлшеуге болады? How can we help victims of a natural disaster? Victims, яғни солан жәбір көрушілерге қалай көмектесеміз? What problems do people have after a natural disaster? Осындай табиғи апаттардан кейін адамдарда қандай мәселелер туады? Would the internet be helpful in case of a disaster? Яғни интернет ол кезде көмектесе ала ма? Қай жағынан?
Have you ever seen a natural disaster movie? Сондай өзің кино көрдің ба? Сенің ойыңша ең жаманы қайсысы және неге дейді. Біз осы сұрақтарға жауап бер дейді және біздің критериямыз, яғни бізге қалай баға қойылады. Яғни 5 сөз жаңадан өткен сөздерді қолданамыз. Яғни осылардың біреуін таңдап соған толық жауап береміз. Кемінде, яғни 2 сұраққа жауап берілді дейді. Бұл да сондай. Және 2 сұрақ сұрады және 2 сұраққа жауап берілді дейді. Яғни бұл дискуссия болғандықтан біз басқалардан еще сұраймыз, иә? Жеткенде қысқаша жауаптарын жазып кетейін. Оның алдын алу үшін не істейміз? Осы мысалға ауа райы болжамын қарасақ болады, иә? Мен жазып атқаным, яғни біз ауа райын болжасақ болады, немесе байқап, ауа райын болжамын байқап жүрсек. Оларға қалай көмектесе аламыз? Оларға біріншіден психологически көмектесуіміз керек, иә? Бәрін мен we should-тан бастағанмын, осылай керек, бұл керек. We should help them with their needs. Ең бірінші оларға қажеттіліктері керек, иә? Psychological support, яғни бұл психолог тұрғыдан оларға қолдау керек. What problems? Қандай проблемалар болады? Одан кейін мысалы үйлері қурайды. Homes will be ruined. Болады. Адамда жарақат болады, адамда деп айтайық, иә? Could the internet be helpful? Төртінші сұрақта бізге интернет қалай көмектеседі деп жатыр. Yes, we can book our needs from other country. Басқа елдерден біз заказ бере аламыз, керек нәрселерімізді. Have you ever seen a natural disaster movie? Яғни болған сендер фильм көрдіңдер ме? Я жоқты жауап бере аласыңдар. Yes, егер я болса. I have seen a natural disaster movie. It is called деп, оның атын жасанды. It's called и яғни фильмнің аты осы жерге. Егер жоқ болса, no, I haven't. Ұзақ жасандар қалғанын бәрін солай көшіре берсеңдер болады. No, I haven't seen a natural disaster movie. Ең жаманы қайсысы? Бәрі де жаман деп айтайық, иә? Every disaster is awful. Бәрі де жаман. Себебі аяқ астынан келеді деген, because suddenly. Мінекей, қысқаша жауап берілді. Үлкейтіп жіберейін, себебі сіздер кейде көрінбей жатыр деп айтасыздар. Біреу соткамен қарайды, иә? Ол көппен емес. Мінекей тағы бір рет ашып қояйын, соңында сіздер көріп алу үшін. Енді қалай бағаланатын тұр? Барлығы 10 балдық. Бірінші 6 бал, екінші тапсырмаға 4 бал берілді, сонымен бәрі 10 бал. Сұрақтарың болса, комментарийға жазып, және лайк басуды ұмытпаңдар.
басқа да видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліңіздер. Goodbye, good luck to you. Жақсы сендерге сәттілік тілеймін оқушылар.